екеуінің вообще нетіп тастаған ғой жаңағы сол күзгі сынға қалдырып тастаған ғой. Сол күзгі сынға келіп келеке тәтенің подружкасы ғой Мамира тәтенің, соны ертең алып жүріп деп. Сосын мен ана ең соңғы Мамира тәтенің кабинеті еді ғой. Сол қолда екеуміз аяғымыз бүйтіп қойып отырмыз. Содан кейін ішіне кіріп кеткеннен кейін ой Мамира тәте деген нешеге тұрын айтып қатты айқайлағаннан жазылып деп қалған ғой жаңағы. Соның алдында бірінші майда тапсырма берді сөйтсе Сәкен марқұм қызық қой. Бүйтіп жазып беріп тапсырма берген сөйтсе маған бұл тапсырманың керегі жоқ деп жазып қойды. Ойбай, маған әкем жүр, маған не деп жазғанда сұмдық қой айбай деп. Содан Құдай-ау оны демесекші, өткенімді білсеңші деп. Содан кейін әлгі отырмыз, екеуі де дыбыс жоқ, шығып келе жатырмыз. Келеке тәте бар, Мамира тәте бар, келе жатырмыз. Не 3 қойды ма, не 2 қойды ма білмеймін. Сұрайын сен мен онда молодоймын ғой тоже. Селекететеге видео қойып қойып қайынсіңлімнен сұрасыншы деп қоямын. Мырзаның қызы ғой еді. Сұрасыншы қайынсіңлімнен десем, қойғанша ол да батпайды. Сен батпасаң мен де батпаймын. Ештеңке демейді өткізген шығар. Бірінші сентябрьге келдік. Келдік тағын 18 кітап әлі есімде. 11-ші класста 18 кітап Сәкен бәріне бердік қой еді. 18 кітаптан беріп 3 сентябрьде тұрып, мына иттің балаларын өткізді дейді. Сөйтсем, 2 қойып тастаған ғой. Аха, жалқы, ата-аналардан да ыңғайсыз мысалы. Өтті деп ойлап тұрмын, ал сұрайын десем батпаймын. Бірақ мұғалім болған деген ондай жерлер дұрыс емес, енді қара жайды қабірмесін. Не өтті, не өткен жоқ, не бұқ, не шық деп айту керек қой. Мен оған кітап алып беріп отырмын. Енді 3 сентябрьде мына иттің балаларын өтпаста қалған дейді. Сонымен қалды ма? Содан кейін, содан кейін Сәкен айтты, оқымайды әкесін деді. Кетіп қалды қалаға. Сосын кейін Жазылбекке мен не жасап бердім. Подпольно печать басып жазып бітірді деген камер жасап бердім. Сотталып кетпейді. Содан жаңағы сонымен қалаға келіп, екеуі де соны бітірді. Осы бітіретін кезде мен айттым, осылармен бірге оққасындар, енді бір-ақ жылда неткен. Келіңдерді, зейнетке қатысыңдар деп Жазылбек вообще түспей қойды. Сәкен марқұм түсті. Сонда жазып қойған, маған тапсырмаңның керегі жоқ. Ішінде қателері бар еще. Әй, мына иттің баласы маған өстіп жазыпты деп қояды. Соңғы жағынан да енді құлап жіберіп отыр ғой енді. Сауат жақтың өсекте соттың сауат бәрін жақтың. Ой, отырамыз. Басыларына журналды лай. Есік ашып тұрғанда дыбыстар шықпай отырады ғой. Деп алмай. Үлкендер сөздері сол демейді жүреді ғой. Сабаққа 8-де келесің, еш басқамен шаруаң жоған алгебра геометрия көшіп. Сабақ болатын кезде естері шығады ғой. Үй жұмысы проблема. Әлгі шулау да жоқ, ере жоқ, сабақтан шығайды. Сабақтан қалған. Есім жанды дұрыс тоғылдатайым ма? Не келді? Әжейде жасамай келгендер ертеден келіп ап көшіріп алады дейсің. Жоқ, дәптерімді ұмыт кетті дейсің ғой. Отыр екі дей ма? Мен есімде қатты бор мен тақтаға жазып отырдым, мен жақта жазып отырдым. Бор жазмай қалып алғанда лақтыр. Ол кезде Ол келді. Шалға бора келмейсің ба? Бормен тряпкіге қарайды ғой. Ол кісі келіп Осы тақтан тазарту керек. Иә, ол кісі сабақ онда сүртіп қоямыз, басқа сабақ. Алтайдың сабағына деп оқып қойып бомбочка Келеке тәте бермеді ғой. Бізде қашкен тоғыз сразу. Иә, мен оларға сабақ бермейді ғой. Иә, керекеде де бормен тұрады, иә. Алтынай деп ойлады. Қайда сендер сөйлей қалды, осы дәуір Сақинаға миынан бұршын. Ана біздің класстың есек қатша ұлшы ғой. Күнде асауын ұлбасын. Ана тістесіп қалады ғой бүйті. Осы қайсы шийтық тыстап еді ғой. Аяқ епші. Текстек шийтық тыстап еді ғой, солдардан біреу. Қой. Света тәтеден қорқпайтынбыз английский. Алтынай тәтенің сабағы ма? Алтынай деп ойлап айтқанда аттан күлкім келді. Ол Алтынай былай ғой. Алтынай. Алтындар 5-6 ғана аттарда баяғына сырым бар ғой, сырлақтары. Солардың классында қазір есіктің төбесінде цемент қойып, терезе сол жерде сабақ өтіп жатыр. 5-6 баламен отырған кезде сырым анаған шығып, сонда секіріп кеткен ғой далаға. Ананың бар жоғын білмейді. Ана секіріп түсіп кеткен ғой. Сөйтсе келіп ап жетелеп мынау дегенің сабақтан ашып, ой, жаңа отырады ғой, сен қандай
Шықшы деп шашып басында қатырмашы. Хотя Бағланмен Қайрат сумкасын алып бүйтіп жүретін тасты жешетін істеп жатыр. Шубасын киіп алып. Шляпсын киіп алып. Неше айтпақшы болғанда шүйдің ақшасы деп. Бағланмен Қайраттың істемегені жоқ қой. Асқар ағайда тыңдасам конфессия отыр. Асқар ағай бажылдап айғайлап нетпейді ол кісі. Жынына келсе бір әкеңіз танып жібереді. Шығаратын күңкілетіп алады. Иә. Бірақ енді сағатты жақсы береді. Асқар ағай, иә. Оразины жақсы берген. Сіз жоқты айтыпсыздар, Нұрлан апасын талдырып тастаған деп. Қайрат Нұрлан. Ана стекті алып келдік. Алып барасың ба? Көзі кетіп жатыр. Мен кіммін? Балаларды жақтайсың, балалардың сөзін тегізсің. Айтым, сонда балалар сендер соғыз берсе сол жақсы ма? Мұғалімдер оқушылардың кірім-мірімнің бәрін жасайды ғой. 79-дарға екеміз класс ауыстырып жүрдік қой ылғида. 79-дардың бұл кісінің класы маған қосылды. Кейін енді сендерді бұл кісі алды ғой, сөйтіп жүріп. Сонда Қалкен ағамның үйінде вечер болды. Содан кейін оқушыларымызды білеміз ғой жаңағы. 78-дермен біздің 79-дар дружить етеді. Содан жаңағы вечерге кірейін десе, папасынан қорқады, ұлдар келіп тұр 78-дермен. Сөйтіп деп қоямыз ғой. Қайтеміз бекеміз бір-бірімізге қараймыз. Сарбұлақтың кетті, мен Сарбұлақтың кетті. Сөйтсе Қалкен ағаға бүйтіп қоймыз ғой, ой, екі класс дос бұлар деп қоямыз ғой жаңағы. Мына достар кіргізші енді деп сөйтіп кіргізіп қоямыз. Бір ай екеуміз Асқараймен сабағында бір күліп. Содан екеуміз тұрғызып қойды. Немене күліп жатсыңдар, күлмеңдер, ұрсып жатыр ғой енді. Айгүл қоймайды. Айгүл бір нәрсе тоқтай алмайды ғой, бір күлсеші. Кітапханаға не оқып болды? Сөйтсе ол кітапханаға барып, кітап оқып, Тура мұғалім деген елші ғой. Елші. Құдай сол балалар үшін жүреміз ғой дейді. Тарих басталады. Үйдегі немеренің армен қалапайды. Басталды, сабақ бітіп қалшыды ғой. айтып, өмір ғой елші Әңгіме бастайды. Тарих бітіп қалды. Тарихта, иә. Ондай құлықтарды да білеміз ғой, кейде құлықтарды біліп тұрса соған жығылады. Соң сенғатты тұрады. Әй, оқытпен елерден апара кеттің. Басқалар білмесін деп Программада дұрыс болғой, иә? Той болғай. Сейілхан апай мұғалімдердің ұрсатын далаға жібереді мен. Мектептің жұмысына сен бар келді. Бүткіл класстан біздің участокта жұмыс істеп жүреді. Мұғалімдер келеді де ұрсады. Жақтап берші. Ойдай, классымыз үшін 90-ның аяғында ұрсысамыз ғой, бағажы қылысамыз. Аққайша сөйте. Құрметті қонақтар, осылар 20 жылдық кездесудің мерекелік кеші құтты болсын. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Мереке құтты болсын. Бәрекелді, енді бүгінде жақсылықты ертеңге жоқ деп төрімізден орын алған өздеріңіздің ұлағатты ұстаздарыңыз Сейілхан абайымыз қонақ болып сіздерді құрметтеп келіп отыр екен. Ізгі тілегін арқалап, уникалды көңілін алып, енді Сейілхан абайымызға осы мерекелік кешіміздің екінші дастарханының шамалдығын ашу үшін микрофонды ұсынайық. Иә, бұл отырып сөйлейміз. Құрметті балалар, мына мерекелік тойларың құтты болсын. Мені бір марқайып қалды сендерді жаңағы бұрынғы кездердегі қызықтарыңды айтып, біз де бір жасарып қалдық. Сендерді көріп желсейіп, әке, ана болғандарыңды көріп тіпті қуанып отырмыз. Дендерің сау болсын, жастарың ұзақ болсын, өмірлі шүбірлі болыңдар. Тек қана мына біздің отанымыздың бір бөлшегісін де сендер осыны дамытып жатқан сендерсіңдер. Сондықтан да сендер өз жауапкершіліктеріңді балаларың алдында, отаның алдында жауапкершіліктеріңді ұмытпай, міне осындай көздеріңнен күлкі кетпесін, бастарынан бақ кетпесін, дендерің сау болсын. Немере сүйгендерің жоқ шығар әлі.
немере сүйіңдер, ары қарай өмірдің өзі жылдам өтіп кетеді екен. Мысалы кеше ғана 10 бітірген сияқты, 11 бітірген сияқты болсаң да, енді бүгін неге өзі 20 жылда қайда. Міне өмір өзі солай, соны тек қана жақсылық болсын, үйлеріңде де бәрі той болсын, тек аман болсын. Бәрекелді. Қалыңыз. Қыздар кішкене үйленген болды. Қыздар 2 жыл үйленді. Иә. Жазылған тізімдегі өзіміздің сыныптастарға жылы деп біздерін арнау үшін ордаға шақырайық. Ендігі кезекте сөз кезегі Дәурен мырза бастаған, осындағы Қайрат мырза қоштаған Ерболат Вера деп тұрдыңыз ғой, иә? Вера дейміз ғой, иә? Динара және де Гүлмира ханым. Келіңіздер осынаға обязательно билет. Жестко билет шығамыз. Вообще не танцевальная компания, да? Байқадым. Мектепте алдыңғы парталарда отыратын, иә? Бірінші, екінші, үшінші парталарда, қатарларда. Өмір бақи, иә? Сіз мектепте неше жақсы оқыған сияқтысыз, иә? Қатысы қосылсаңыз қасына. Ерболат, жолдас. Ал енді жалғыз билет шыққан, сіздің есіңіз қалай? Вера. Вера ханымға бір қошеметтеріңіз болсыншы. Енді ер азаматтардан бастап жақсы лебіздерімізді өзіміздің құрбы құрдастарымызға арнайық. Құрметті апайлар, суында сымбатты қыздар мен жігіттер, бүгінгі 20 жыл құтты болсын. Денсаулықтарыңыз болсын. Апайлар, отбасыларыңызға береке берсін. Мейір махаббат, ауыз бірлік ынтымақ, бақ дәулет Алла тағала еттіретін нәсіп етсін. Осы құрдастар, сіздердің де отбасыларыңызға береке берсін. Өсіріп жатқан қыздарыңыз, Қазақстанның бетке ұстар мықты салиқалы ұрпақтары болсын. Осындай ауыз бірлік ынтымақ болсын. Сіз біздер сыйласып, тек қана мол дастарханда жиналуды Құдай тағала нәсіп етсін. Басымызға бақ қондырып, астымызға тақ берсін Алла тағала. Аманшылықта, молшылықта, кеңшілікте, берекеде, тыныштықта, ауыз бірлік ынтымақ, бақ дәулетте өмір сүруді Құдай тағала нәсіп етсін. Жастарыңызға бақ қондырып, астарыңызға тақ берсін. Ауыз бірлік ынтымақ болсын. Қандай арман мақсат, туған тілектеріңіз бар, Алла тағала қабыл етсін. Не сұрайсыздар Алладан, Алла шексіз қазынасына нәсіп етсін. Тек қана үйдегі әке-шешелеріміз, бала-шаға, отбасы, аманшылықта өмір сүруді Құдай тағала нәсіп етсін. Бақытты болайық. Құрметті ұстаздар, апайларымыз, менің құрдастарым, сыныптастарым, бүгінгі 20 жылдық мерекеміз құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Өз келгендеріңізге рахмет. Міне бас қосып бір ауыздан бәріміз жинала кеттік. Барлықтарыңызға
балдарыңызға, семьяларыңызға, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Апайларымыз аман болсын, келесі 30 жылдық, 40 жылдықта да өз апайларымыз ортамызда отыра берсін. Не деймін, әрине сағынады екенсің, 20 жыл деген енді. Біраз уақыт. Біздің енді есіміздегі көбінесе сол бастауыш сыныптар бар ғой, біз кейіннен кетіп қалдық. Бізден бастауыш сыныпта оқыған кездегі қызықтарымыз енді әлі есімізден кетпейді. Не деймін, бәрі жақсы болсын, тойларымыз құтты болсын, жалғаса берсін тойымыз, жақсы бүгін кешті, жақсы көңілді өткізейік. Аман болайық бәріміз. Сержан апай, Сәуле апай, құрдастар, 20 жыл мерейтойымен құттықтаймын. Сәуле апай, 100 жасаңыздар, 40 жылдықта осылай кездесейік бірге. Барлықтарына барлық жақсылық тілеймін. Осылай аман есен 30 жылдықта, 40 жылдықта осылай тойлатып жүре берейік. Біздің бүгінгі Сәуле апайымыз, Селихан апайымызға рахмет. Біздің бүгін қуанышымыз ғой, 20 жылғы. Соны бізбен бірге тойлап келіп отырғандарыңызға рахмет. Алланың нұры жаусын. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Құрдастарыма да рахмет. Өстіп бас қосып бәріміз жиналып жатқандар. Жылдан жылға өстіп жинала берейік. Айгуля, тебе большое спасибо. Оттуда приехала. Бізді сағынып, бізде сені сағындық. Сол енді. Айгүл үйіне келген сияқты. Көп нәрсе айтқым келеді, бірақ кішкене қобалжып тұрғаннан кейін көп нәрсені айтылмай қалады. Сол енді. Бәр жақсылық үшін әрқашанда осындай мол дастарханда, жақсылықта ғана басымыз қосыла берсін. Құрдастар, апайлар, сіздердің 20 жылдық мерейтойымызбен құттықтаймыз. Сіздерге тек жақсылық, денсаулық, жастарыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыздар, семьяларыңызға тек қана бақыт тілеймін. Осындай жиындарымыз көп болсын. Әрқашанда осындай гүлдей жайнап, жас болып жүре беріңіздер. Еш жастарыңыз өзгермегенсіздер. Сол қалыпта әлі бәрі. Сол кездесуіміз құтты болсын. Думайсыз ба? Ал енді ардақты ұстаздар, Сәуле апай, Селихан апай, алтын кластастарым, барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Таңертеңнен бері, жаңа жолға шыққаннан бері сондай бір жақсы, бір көңілде, сондай оймен бүгін осындай 20 жыл көрмеген кластастарымды көрем ғой деген қуанышпен шықтым да. Енді сіздерді қазір көріп, енді бір жақсы сезімде болып тұрмын. Ал Сәуле апай, Селихан апай, сіздердің бізге берген білімдеріңізге мың алғыс, тәрбиелеріңізге мың алғыс. Сол берген білімдеріңіз бен тәрбиелеріңіздің арқасында осындай бір жақсы, бәріміз жақсы маман иесі, жақсы бір от ағасы, от анасы болып, қазір міне осы 20 жылдықта бас қосып, өйстіп келіп жатқан ойымыз бар. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға бақ береке, денсаулық, амандық тілеймін. 100 жасаңыздар, Селихан апай, Сәуле апай, сіздерді жаңағы балалар айтып кеткендей, 40 жылдарыңыз, 50 жылдыңызда көріп, өйстіп қуанып, жаңағындай көрісіп жүре берейік. Сол осы 20 жылдығымызды ұйымдастырған кластастарыма алғыс айтамын. Рахмет. Маржан бастаған, Сәуле, Серік, Бақытжан, Арай, Бегнұр. Молодцы, барлықтарың осындай. Иә, Мақпал, әрқашан ауызбіршілігімізден айырмасын. Тек қана жақсылықта, тойда, қуанышта кездесе берейік. Аманыңыз түзу болсын, ең бастысы көрген кезде сол.
барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Құрметті менің жолдасымның сыныптастары, сіздерді 20 жылдық кездесулеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге ақ жол, зор бақыт, зор денсаулық, мол бақыт, аспандарыңыз ашық болсын. Осылай құрметтеп, шақырып, орталарыңызға жатсынбай қосып жатқандарыңызға рахмет. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Мен енді осы Абай жеріне, Абай ауылына келін болып түстім. Албан еліне сондай құрметті, көрегенді, сондай жақсы жерге келін болып түстім. Ата-енем келінім деген жоқ, қызым деп мені солай көрді. Үлкен алғысымды айтып бас иемін сіздерге. Рахмет көп-көп, осындай ауызбіршіліктеріңіз ажырамасын. Осылай жүре беріңіздер, бірге бас қосып, әр жылдар бала шағаларыңыз аман болсын, аспаныңыз ашық болсын, ел жұртыңыз тыныш болсын, бейбіт заман болсын. Сәуле апай, Сейілхан апай, сіздерге рахмет. Өстіп отыра беріңіздер, төрден орын алып. Енді бүгін жақсы мерекеге өзім келіп отырмын. Қазір 12-ден асқанда 36 жасқа аяқ басам, бұйыртса. Күшті сыйлық болды деп жатырмын. Өте қуаныштымын, сіздердің орталарыңызда марқайып жақсы болып отырмын. Бүгін көңілде отырып қайтыңыздар. Бекнұрдың қалжыңына үйреніп алам, ол келін болып түскенде мен жылап кететін келді. Сондықтан барларыңыздың қалжыңдарыңызды көтерем. Тек жақсылық, бақыт тілеймін. Рахмет көп. Күшті тілектеріңізді қабылдасын Алла. Не істейміз? Отырып шай ішеміз. Жоқ, қандай өнер бар? Екеуміз төртінші класс бітіргенде домбыра тартып не еткенбіз, айтысқанбыз екеуміз. Олармен болды ғой уже. Домбыра қалай ұстау. 4 домбыра бар ескі. Ой, жоқ. Домбырамен школ кезінде істеп жатамын. Достар, көңілді отырайық. Менің атымнан құластарыма бір ән. Қабылдаңыздар. Әнші емессіз, бірақ әбден қазір свет өшіпсе. И меня нету дейсіз ба? Баука көрсетіп отырып. Қандай Владимирский центр? Гитарамен сүйемелдеу керек па? Домбыра керек болсын, алып кеп береміз. Бар, қолымызға бар. Жаңағы бала домбыраға кетті. Домбыраға кетті ма? Болды. Подожди. Домбыраға кім кетті? Домбыраға кім кетті сол? Жаңда жетек күтті. Сұрақ кім кетті? Мен алып келем қазір домбыра. Қой, айта берейін. Ака, анандай, біз домбыры ұра берсеңші. Ұра берейік та сол домбыра. Осындай кезде өлімде еске түспей қалады ғой өзі. Таңертеңмен барғанда Есіңде ме әсем гүлі көктемнің, саңырлатқан таудың ерке бұлағы. Қызық деді өзіңменен өткен күн, көз алдымда сол қалпында тұрады. Жалын кешкен, жаным дескен, күндер қайда қарағым, дір еткізген шықпас естен, мөлдіреген жанарың. Жалын кешкен, жаным дескен, күндер қайда қарағым, дір еткізген шықпас естен,
елесте мөлдіреген жанарың. Жып болсын. Без микрофон. Терме. Жоқ, термеге. Бауыржан патимас. Мына бүгінгі біздің ұстаздарымыз, аналарымыз өзіміздің аналарға арнап аналар әнін айтып берейін. Несе қосып отырыңдар, достар. Өз балаңнан артық ала бармана, мәз боласың, жарай қалсам шаруана. Домбыраны алып тапсырмаңдар домбыраны. Болды. Считается вы? Считается. Бәрекелі, керемет. Осы топқа бір қошеметтеріңіз болсын. Нұрға Павловна! Бәрекелі, енді күшті ән шырқап жатсыздар. Төрде отырған аналарымызға тағы да бір нәрсе ән шырқабаймыз ғой. Баршамыз бірге, давайте бетейік. Қайырмасына дейін музыка ойнасын, қайырмасына еліңізі өшіп сіздер жалғастырып кетсіңіздер. Бір сіздердің общий шырқаған әндеріңізді көрейік қана. Негізі вечеринкаларда отырған кезде мектеп кезінде шырқайсыздар барлықтар бірдей, домбыра ешкім тартпаса да, гитара тартпаса да. Сондықтан да давайте музыканың сүйемелдеуімен бастап, сәлмен қарай өзіміз жалғастырамыз. Қос адамызда ана. Сағынарым, жабылсам шағынарым, анашым өзімсің талбырарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Молодцы. Мына ән сіздерге арналады. Енді бүйтейік. Жаспыз ғой, бір жастар шаңы шырқайық, полностью қайырмасы керек емес, давайте бүйтейік, кішкене қиындатайық. Тәтті жерлерінен үзіп отырамыз, үзілген жерлерді сіздер жалғап отырыңыздар да. 2017-те өзіміз сұмдық тыңдаған Ерке Есмахан «Где нету» шырқап көрейік,
молодец. Көңіл көтеретін ер азамат болса сіздер болсын. Вообще дейді, ер азаматтар ешқайсы шыққан жоқ. Несмотря на то, что песня женская. Бақтап жер қып саған. Жоқ, әдем айтып. Неге? Кәдімгі күшілі тұр. Әдем. Сол шықты. Әке, ұстап отырайықшы, давай. Серьезно, зачем серьезно отыр? Барлығын өзіміз, да? Мысалы, бейдейік. Келесі ән. Көрейік, тыңдап, шырқап көрейік. Кеттік баяғылы. Осындай өзімізді билеген әндер. Қолмен билеп отырып шырқайық. Баршамыз бірге. Так, это прошлый век, да, 90-шы жылдар. Давайте енді бір жаңа бірдеңе шыққан көрейік. Қыздар ғана емес, ер азаматтарда қосыламыз. Новые, поехали, кеттік, let's go. Молодец. Что, продвинутые кейсы. Хит-парад-то не вот, я современный продвинутый, да? Молодцы, что видите, дальше продолжаем. Осындай темпе, баршамыз бірге, қаттар шықай, қаттар, чугай, обороты сбавили. Келесі ән, давайте келесі әнге мен видим. Сіздерге кішігірім загадка болсын. Келесі ән тапқан адамға күшті сыйлық. Серік мырзаның атынан 5000 теңге. Не ол көзім өндір екен. Давай, Витик. 5000 теңге болса, қажу болса, 5000 теңге болса, жақсы сыйлық, күшті сыйлық, 85-лердің атынан. Келесі әнді кім табады? Мысалы, не берейін? Подсказка берейін. Бұл ән ойнайтын үйде бақыт бар деген сөз. Бұл ән постоянно ойнайтын үй. Егер ойналса, постоянно ойнайды. Постоянно. С утра до вечера, до ночи. Зимний трактор, ма? Все поем, все! Его песенку поем, а ну малыш давай. Кто же песенку поет? Молодцы! Конечно! Пожалуйста, синий трактор, сколько шашков? 5000? Это 5000-ный подарок. Понимаете, да? Что, молодец, бәрі. Давайте, енді, келесі ән, соңғы ән, давайте, барлығымыз бірге күшті етіп, дайын отырып шырқайық. Беки, братан. Будь готов. Ал, өзіңізге келесі шырқайтаңыз, аспанасты ел яғни Қытайда өзінің талантымен таңғалдырған өзіңіз. Димаш орындаған Витектің әні, опера. Никто не осмелится. Ой, Арайхан, да? О, Кришна. Молодец, Арайхан. Жоқ, что это? Давай, жаңағы бір нәрсе, можно, да? Чуть-чуть, 13 секунд
астына алып барсаң, дәл түсесің. Арайған ешкім шырқаған жоқ. Барлығы сіздің аузыңызға өзіміз көрейік. Покажем, на что мы способны. Я мы тебе поможем, не переживай. Давай, Арай. Поможем на 7 команд. Поможем на 7 команд. Микрофон. Арай, дайындал. Сіз ұстамайла. Нормально. Нормально еще. Арай ханым, қошеметтеріңіз. Алеке, молодец. Больше так не делайте. Так, что шырқап жатсыздар, енді бүйтейік. Давайте екінші дастарханымыздың да бір серпіліс болсын, көтеріңкі көңіл-күйді өткізу үшін мен ортаға бір Беки мырза сияқты ер азаматты ортаға шақырып келіп отыр. Өзі бастаған, келіңізші сіз өзіңіз бастаған да. Тағы да бір биге игерімі бар, бірінші неде столда әлі көрінбеген, өнер көрінбеген. Бейбіт. Бар ма? Бейбіт? Так, кто? Давай. Болмайды ондай, бейбіт. Я болмайды. Хорошо. Кенже. Жоқ, бейгеге сіз Серік, давай, Серік. Мен Аян. Жоқ, Аян рахмет. Кім бар, күшті. Шықпағанда. Негіз сізден сомнения болмайды ме? Негіз күшті. Так, тағы кім бар? Дәурен, бассайшы. Дәурен деймін. Кенжебек бар. Дәурен ана. Досым деген көп футболды, да? Келеді ма? Досым болса. И тағы бір ер азамат болсын. Тағы бір ер азамат. Ал, Дәурен бассайшы. Дәурен деген. Вот Дәурен, ақы башқыда. Тоса айтқан. Тамашық деп жат демала десен. Кім? Бақытжан деген. Бәкең шығатын сияқты сол. Бәкең? Дәурен, Кенжебек. Кенжебек бар. Файдат келді. Қошеметтеріңіз болсын. Жете ма? Ұтып кетем да мен шықсам. Біздегі енді, сіз өзіңіз фаворит болыпсыз. Парамен бәрі солай бәрі фаворит болды. Ер азаматтар енді көңіл ғой, өзіңіз өзіміздің туыстар деген сияқты ғой. Қазір үйдеміз бір-бірімізді жаңағы кезек-кезек музыка таңдаймыз, би таңдаймыз. Қара жорға немесе лезгинка. Қайсысын билейміз? Лезгинка. Сіздікі? Ламбада. Ламбада деген жоқ. Лезгинка или қара жорға? Қара жорға или лезгинка? Лезгинка емес. Бұл емес. Лезгинка. Қысап та қойды. Сосын, сіздікі? Қара жорға. Все, хорошо. Қара жорға? Лезгинка, қара жорға лезгинка. Хорошо, көрейік. Ой, братан, сізден бірінші бастайтын сияқтымыз. Сізден. Келіңіз. Кенжебек мырза, Кенжебек. Қара жорға көрейік. Нормально, да? Точно?
жырға по идее білеміз ғой примерно қандай екенін. Покажи. Кенже көше темеке тұрсын. Тағы бір көреміз ба, тағы бір. Просто мынандай движениялар жоқ ол. Көрейік та, еще раз. Кенжебек мырза, дубль бар. Тартылып бара жоқ па? Нормально? Все хорошо. Проверим. Так, келесі. Как түріп ұстасыз? Досым мырза, е? Досым мырза, дәке келіңіз ортаға. Сіздікі қандай еді? Қара жаба? Опа, хорошо. Ал, құдай тағала жазы болсын. Точно, да? Пеки черге, билеме қойсын, билеме қойсын. Пеки черге. Тұрған дұрыс қарса Сіздікі лезгинка, да? Опа, лезгинка қойын. Кішкентай шайнек тез қайнайды деген осы. Вот, пожалуйста, қара жолға деген мынандай болады негізі. По идее. Лезгинкаға шамасы. Молодец. Так. Ой, бәке. Қандай болған емес. Беки деген сәй. Қандай мақтарақыз тойда острый движение істейді дейді. Байрамыз, кеттік. Следующая партия – это қатар тұрайық. Осы ойынның, осы би жарыстың изюминкасына келдік. Қазір кетеміз. Жатқан жер жайлы болсын, Майкл Джексонның танымыз ғой? Майкл Джексон бәрі танымыз, е? Тем более сіздердің кездеріңізде сұмдық хейтер, е? Так, биін білеміз ғой примерно? Братан, мен көрсетемін ғой, мен кісі атымен Кенжебек. Кенжеке мен көрсетемін ғой, сіз көріп алсаңыз болды главное. Соны істесеңіз болды, е? Давай, по мере возможности көрсетіп, мен де білмеймін, е? Давай, кетіп. Былай тұрамыз. Белдіктен ұстаймыз, белдіктен, е? Белдіктен ұстаймыз, бір қолымыз былай. Келісіп па? Дальше өзіміз миг сағат етіп бірден қосып жүрсек болады. Окей? Сен өзің билетті бізге пиғат едіңіз. Көрейік. По возможности. Так, Кенжеге, өзіміз бисмилля деп бастаймыз. Келіңіз. Давай, Кенжеге. Спокойно.
Енді келесі. Опа, көз мөлдірек кетті ол жақта. Келіңіз. Осымен сенен көтеріп береді, жақын. Сіздікін көрейік, тура ортаға тұрып, ұмытқан жоқсыз ғой? Мынаны соны істеңіз болып бармай, да? И байқайық. Жоқ, жібереді сана жерек болды уже. Нормально ма? Почта ешқай жауап қойып па кірге? Жаңағы дұрыс еді біріншісі. Братан ойлап қалыпсыз. Нормально ма? Ничего, болады өмірде ондай. Опа, братан келіңіз. Есіңіз қалай? Ерболат мырза. Майкл Джексон. Сіздің қатысым примерно ыңғай келетін сияқты. Уже примерно жоба бар бойыңызда. Давай кеттік көрейік. Екінші орын қалтада демесе болады. Әзірге. Әке. Мүмкінді осылай болып соны шықпадым ғой. Әке. Әке, сіз притворяться етіп тұрсыз ғой, біліп тұрмын мен. Қалай деп. Мақта өрмеймін, біле қалсы. Көрейік, померить возможность. Қарын бір тиын алайық. Ремене сай, ремене. Ремене. Ал, көрейік. Майкл Джексон, Бекки мырза. Мужик, 100% мужик деген алыңызшы, сіз үшін. Дорогие дамы и господа, чтобы вы знали, можно смотреть в жизни на 3 вещи. Это как горит огонь, второе, как течет вода, и третье, как танцует Бекки мырза. Пожалейте. Осы киім алып, өзіңіздің просьбаңыз бар. По просьбе победителя нашего соревнования, баршаларыңызды ортаға күшті биге шақырамыз. Бекки мырзаның атынан опмай, поехали! Опмай, мыналар қайда? Ал біреулер астанада шоқ дейді, ал біреулер алматыда бақ дейді. Шымкенттің қыздары сын дейді, Ақтөбенің қыздары түн дейді. Құдаларым билеп отыр дейді, құдашалар билеп отыр дейді. Нағашы жұрт билеп отыр дейді, құдағиым билеп дейді. Ал кластастар қайда?
күшті шырқадыңыздар, күшті би келдіңіздер, күшті би жарысқа қатыстыңыздар. Келіңіздер, дастархан басына жайғасайық. Бәрекелді, құрметті қауым, сіздердің шырқаған әндеріңізден кейін тағы да бір тамаша өнерге куә болдыңыздар. Тағы да бір осы орайда гитараларын арқалап мерекелеріңізді бөлісіп жатқан Райымбек пен Нұрдуған бауырларыңызға тағы да бір қошеметтеріңіз болсыншы. Бір шабалаппен шауып беріп қойсаңыздар, одан асқан бұл жігіттерге баға жоқ. Өзің ора берсің? Өзім айтам. Алла, мақсат. Кішкентай сақтап, сіз білетін Шәмшінің әндерінен онда андай жанды дауыс деген андай дүние ғой, мысалы фонограмматпен. Өзі болады жүріп. Жанды дауыс айтқаннан кейін жаның жеп айтасың дейді ғой. Сияқты біздің жанымыз ауырады. Одан кезде өзінде. Демеп отырсыңыздар. Не болды? Шәмшірекten сөйлейді. Geçirsem sağlarım, çağırsam şarkılarım, ağaçım gözümsün, tabanarım. Anaşım şalkıp gülsen, altında uzak жүрсен, жүрегім жыр толайды. Anası var adamda, ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда, ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзің деймін, Шандала сөзің деймін, Ағашым сен ойласам, өзілмеймін. Ағашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда, ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда, ешқашан қартаймайды. Ойында арыстым, өзіңмен таныстым, жайнаған көлмек ұрғым сен, шарап ұрдың сен. Шағыр көргінде, қайдасың бұл күнде,
күшті болды. Басын оқыған кездесін. Түспей алдыңыз. Bir-birinde түсіпей қалды. Болсақтағы деген өлең болады. Иә. Қайықта. Болсақтағы жанарыңыз жүзсек алғаш қайықта. Ұшқыр қиял кетіп алыс, құйырмашы айыққа. Самал бұлар ұландырған айдың шалқар көлдеді. Сәулем мені ойландырған сен жарқын келбедің. Сәулем мені ойландырған сен жарқын келбедің. Нұрик Şaşına antik bayladan Kürgenin getirsin oldun der Kürgüne gözdasa boylanan Nurlu bilen kanday jargın Armanısın kanday janın Şanarıma sen öldürsen бұл мен болып да бидік ағайда тос кесінен бір жақсы жер тосып қалдым мен қалдым әлі Жоқ, әлі біткен жоқ. Әлі қайтармаған адам. Мына сол енді болған жоқ, тосты мына бар ғой. Жоқ, өсірер бар şey ben. Енді мақал бар, қазақта мақал бар, соңғы түйені жүгі ауыр дейді. Ауыр бола ма, жеңіл бола ма, өздері көре жатар. Дегенмен де бұл кісілердің де айтар тілегі бар. Өздері жеке дара Досым мырза бастаған бүгінгі біздің мерекеміздің күні жұлдызы жас қанат байқауының жеңімпазы Азия дауысы 2018 мистер Тауран 2007 Беки мырза қоштаған Алмас Әйгерім Нұргүл мен Шада келіңіздер ортаға Қайрат Сақпалович. Инициативный тост айтайын. Біз сіз алдылар. Жоқ, төлеу.
Жадыралар қыздырып болды. Иә. Анча болар поддержка жоқ. Біздің арамызда. Ал. Онда беки бар бәрі жұмыс Ал, салауатты класстастар ағайын. Братан өз биді айырып қой. Бәке көз тиеді қой болды. Бәке бастасын ба? Бәке өзі дұрыс, арба ішіне бір бидай гүлі болып тұрған өзіміз. Мархаба. Ал құрметті Селхан апай, Сәуле апай, бүгінгі мына ортамызға отырғандарыңызға өте қуаныштымыз. Дендеріңіз сау болсын. Әрқашан өстіп ортамыздан табыла беріңіздер. Отбасыларыңызға тек қана амандық тілеймін. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, жастарыңызға жас қосылып, әрқашан езулеріңізбен күлкі кетпей жүре беріңіздер. Ал енді мен құрдастарым, бүгінгі мына кешіміз керемет өтіп жатыр. Өте қуаныштымын. Барлықтарыңды көргеніме кішкене мен де аздап толықтым. Барлықтарыңа ризамын. Осындай ауызбіршілік қылдырып, осы 20 жылдықты ұйымдастырып жатқан балаларға, қыздарға басым дегім келеді. Үлкен рахмет. Әрқашанда басымыз тек қана осындай кең дастарханда, қуанышта қосыла берсін. Барлықтарының отбасыларына тек қана амандық тілеймін, бақ береке тілеймін. Балалар үбірлі шүбірлі болыңдар. Достығымыз әрқашан ажырамасын. Не деймін, деніміз сау. Әрқашанда осындай керемет кештерді өткізе берейік. Рахмет сіздерге. Ал енді ұстаздар мен класстастар, тойларыңыз құтты болсын. Семьяларыңызда бақыт болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Енді мен көп сөйлемеймін, сөйлегенше сөйлеймін. Көріп тұр. Не деймін енді, 20 жылдықпен ары қаратай болса 25 жыл тойлайық. Неміз достығымыз ажырамасын, әрқашанда осылай кең дастарханда жиналай берейік. Селхан апай, Сәуле апай, сіздерге білім бергендеріңізге біріншіден басын иемін сіздерге. Рахмет. Екіншіден алдында құрдастар, қыздар, сіздерге де бас иемін. Сәуле апай, сіздерге тек қана денсаулықтарың мықты болсын. 25, 30, 40 жылдықтарда өстіп ортамызда ойнап күліп, тек қана ақ жарқын болып жүре беріңіздер. Сіздерге денсаулық берсін. Тек қана әрқашан жарқын жүрейік. Ал құрдастарға келетін болсақ, бір жұдырық тұсап, жұмылған тұсап, тек қана осындай қуанышта, тек қана осындай бірге болайық. Осы жұлымыз тек қана ажырамасын. Тек бала-шағамыз аман есен, үйдегі әке-шешеміз аман болсын. Сол кісілердің арқасында осындай күн кешіп жүрген жүрісіміз бәрі әке-шешеміз арқасында бәрі. Сол кісілер аман болсын, екіншіден үйдегі бала-шағамыз аман болсын. Тек қана дастарханымыз жақсылық тілейсін. Сіз бізде сыйласып жүре бергенге ештеңе жетпейді. Айтады, мен өзім анам мұғалім болып біледі ғой бәрі. Үлкен болсын, кіші болсын дейді. Тек қана сыйлап, алдында кішірейсең өлмейсің дейді. Сөйлеп отырғанда, мені сыйлаған адамды тек қана сыйлап отырмын. Сол үшін қарсы сіздерге басым дейді. Одан кейін Алла бұйырса 29:00, 12:00 Ерболаттың жолдасын туған күні Елмира орнынан тұрып жеп. Шүмек бар ғой, сен сағат тұрып. Туған күні құтты болсын. Біздің класстың ортасында тойлатып жүрсін. Тек қана Ерболат деген денсаулықтар мықты болсын. Өбірлі шүбірлі болсын. Бала-шағаларың аман болсын. Қазандарың мәйлі болсын.
Тек қана жақсылықпен өзінің өмір болып тек қана анамыз бір-бірлерімізге жүрегіне амандық болсын. Тек қана денсаулық болсын. Сол үшін сіздерге рахмет. Екінші сұрақ гитара қалсашы. Мен билеймін гитара. Свеча табар еді осында не болды? 85-те позор деттім ғой. Сол үшін енді Ерболаттың жолдасына подарка. Өзіміздің 85-тердің Ерболаттардың құрдастарына жылы лебізімді білдіртіп, өзіңіздің тілегіңізді айтты ғой бағадай. Енді бізге айтсында, сөз тиді айтасыз. Рахматтарыңызға рахмет, құттықтаватқандарыңызға көп-көп рахмет. 85-тердің атынан Эльвира ханымға бір қой. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Туған күннен туған күнге 18 жастан 18 жасқа аман есен жете беріңіз. Мына тұрған жолдасыңызбен бірге бір жастықта бастарыңыздың әдемі қартаюын Алла нәсіп етсін дейміз. Туған күн құтты болсын. Қазіргі басына жайғасыңыз. Бар жалғасында. Бірдей ма? Әке. Башыңыз өзіңіз алып жасып па? Өздері бейсасы үшеу. Өздері? Бәкеңмен бірге бүгінгі бізде мерекелік кешіміздің жұлдызымен бірге билейін дейтіндер болса, мархабат сіздер бірге күшті бір ән. I'm
다 숨긴 게 속나 덩적하는 비스카 Вы ничего не забыли? Ой, karnı doyuğuna gibi oldu mu? Onu ben sıralı sak koydum, bu da koluna düşüp al bәріне рахмет. Ama соңында тек қана жақсылықта бастарым қосыла берсін. Осылай бір-бірімен араласып қаласып